Ассалаумағалейкум. Біз бүгін сёмга деп аталатын балықтың филесін немесе стейкін пеште пісіретін боламыз. Ең алдымен бисмиллах деп балықтың екі жақтауында зәйтүн майымен қолыңызбен немесе щеткамен жағып шығыңыздар. Балығымызды татуына қарай екі жақ бетін, ішкі және шеткі жақтауларын тұздап аламыз. Кейін бұрышымызды себеміз. Және де пешті алдын ала 180 градусқа қосып қыздырып аламыз. Осы уақыт аралығында балығымызды дайындап болғанша. Противенге фольгамызды керекті көлемде кесіп төсейміз. Үстіне балықты саламыз. Жарты лимонның шырынын үстіне сығып құямыз. Екі жақ бетіне де. Кейін фольганы барлық шеткі жақтауларын бүктейміз де алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің балық дайын болды. Фольгаға оралған балығымызды ашып аламыз. Кейін табаға саламыз да қосымша гарнирге картоп безбесін, күрішті өз қалаған гарнирлеріңізді дайындап пісіріп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас мәзірі ұнаса, YouTube арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Ұнаса, лайк басыңыз, комментарий жазып, өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Сіздерге көп рахмет. Аспаз анадан. Келесі ас мәзірінде кездескенше сау болыңыздар.